Сәлем, менің есімім Александр Каледа, мен ғалыммын, генетик әрі қартаю зерттеушісімін. Көпнесе генетик маманына өмірге қатысты қауіптер мәселелері бойынша жүгінеді. Яғни, генетика адам өскен кезде қандай ауруларға тап болуы мүмкін деген сұраққа жауап береді. Әрине бар. Темекі тарту ең бір зиянды әдеттердің бірі, әрі адамзаттың ең кеңінен таралған жаман әдеттерінің бірі ретінде өте қатты әсер етеді. Сондықтан өз денсаулығыңыз үшін жасай алатын ең пайдалы нәрселердің бірі бұл шылым шегуден бір жолада бас тарту, немесе барлық мүмкін әдіс тәсілдерінің көмегімен қауіпті төмендету. Біз 21 ғасырда өмір сүріп, әлде бір архаикалық оттың түтінін деммен бірге жұтып, әрі қалтамызда алып жүреміз. Шын мәнісінде темекі тартатын адамдарда жеделдетілген қартаю жайлы мәліметтер баршылық. Яғни шылым құмарлардан әртүрлі биоматериалдар алынған, және барлық зерттеулер көрсетіп отырғандай, бұл тұста ешқандай күтпеген жайттар жоқ. Темекі тарту шынымен де қартаю үдерісін айтарлықтай жылдамдатады. Темекі тарту өтілі жоғары адамдардың, шылым құмарлардың биологиялық жасы 10, 15, тіпті 20 жасқа жоғары болып келеді. Демек, олардың өздерінің күнтізбелік жасынан үлкен. Темекі тартудың зияны жану үдерісінен пайда болатын түтінді деммен бірге жұтатынымызбен тікелей байланысты. Бұл түтінде орасан зор заттектер бар. Олар мыңдап кездеседі және барлығы да өсімдіктердің жану өнімі болып отыр. Бұл тұста темекінің өзі маңызды емес. Тіпті бір тамшы никотин жылқыны өлтіреді деген кеңінен таралған пікір де бар. Яғни никотин зиянды. Алайда шын мәнісінде никотин бұл дәрілік препарат. Ол кейбір ауруларға қарсы қолданылады. Әлемнің кейбір дәріханаларында оны сатып алуға да болады. Шынтуайтында одан болатын зиян тек қана тәуелділікті тудыруында жатыр. Бұл жерде никотинге деген тәуелділікке тап болу оңай. Бірінші кезекте, әлбетте, өкпеміз зардап шегеді. Өйткені оны ешкім қорғамайды. Егер адамның терісін алатын болсақ, ол эволюциялық тұрғыдан дамығаны сонша, тіпті бірнеше қорғаныс қабатынан тұрады. Дегенмен табиғат біздің жану өнімдерімен қарқынды демалатынымыз жайлы ойланбаған. Кейін бұл заттектер әрине қанымызға сіңіп кетеді. Содан соң бауырға байланысты түйткілдер басталады. Біз осындай салдарды шылым құмарлардың терісінен көріп отырамыз. Шылым құмардың терісі деген түсінік бар. Ол біршама сарғыш келеді. Әжімдері де көбірек. Бұл металлопротеиназа белсенділігімен байланысты. Бұл коллаген синтезіне, эластик синтезіне қатысты. Осының барлығы әлбетте нағыз драмалы түрде төмендейтіні рас. Темекі түтінінің құрамындағы ең зиянды заттектердің бірі бұл шайыр. Сонымен бірге бұл жалғыз заттек емес. Олар өте көп, және олар коллагеннің де, эластиннің де синтезіне залалды әсер ететіні хақ. Қолыңыздан келетін ең жақсы нәрсе бұл әрине шылым шегуден бас тарту. Өкінішке қарай, бұл тұста осыны дұрыс жасаудың жолы туралы сарапшылардың пікірі бөлініп кетеді. Екі шығу жолы бар. Біреуі темекіден қатаң түрде бас тарту. Демек, сіз ерік жігеріңізді жұмылдырып, темекі шекпеу үшін барыңызды салуға тиіссіз. Дегенмен бір өкініштісі, ерік жігерді адамның сенімді құралы деп атау қиын. Әрі, егер біз оған міндеттерді көптеп жүктеп қойсақ, соның ішінде тәттілерден, темекі шегуден, сериалдарды қараудан, әрі басқа да әлем ләззаттарынан бас тартуды міндеттесек, көбіне көп осының барлығына шамасы келмей, сәтсіздікке ұшырайды. Әрине, біз кейін қандай да бір жаман әдеттерімізге қайта ораламыз. Екінші жол баршылық. Бұл зиянды барынша төмендету. Осы тұста біз әлемде рахаттың түр-түрі бар екенін, мегаполисте өмір сүріп жатқанымызды, салауатты өмір салтының мінсіз ұстанушылары бола алмайтынымызды түсінеміз. Алайда зиянның шын мәнінде неде екенін ұғынып, оны төмендетуге талпынамыз, және қандай да бір ләззаттарды қалдыруға тырысамыз. Қант жайында айтар болсақ, классикалық қанттың бүгінде аспартам, стевия сияқты салауатты қант алмастырғыштары бар. Темекі жайлы сөз еткенімізде, мұнда да түтін шығармайтын балама құралдар баршылық. Әрі олар темекі бұйымдарындағы шайыр, жану өнімдері секілді зиянды нәрселерден аулақ болуға, сонымен бірге әзірге толықтай бас тарта алмайтын никотин құраушысын қалдыруға көмегін тигізеді. Біз ұзақ жасаудың құпиясы өте қарапайым екендігін көріп отырмыз. Ол үшін бәрінде дұрыс жасау керек. Демек, дұрыс дегеніміз не екендігін түсіну ғана қалып отыр. Ал дұрыс тамақтану делік. Бұл шамамен ұзақ өмір сүруге бағытталған тамақтану болар. Бұл ас үлесіміздің негізін көкөністер құрайтын, әрі жасұнығы көп, еті бар немесе жоқ болуы мүмкін. Алайда оның көп болмағаны айқын. Аптасына 2 рет балық желінетін, әрі сіздің сүтті өнімдерді шамадан тыс тұтынылмайтынын, қантты артық тұтынылмайтын, тұтынды шамадан тыс тұтынылмайтын тамақтану шығар. Яғни ұзақ өмірге байланысты тамақтану жерорта теңіздіктерге жақын келетін тамақтану болып отыр. Бұл сіздің әдеттеріңізге мән беруіңізді, ұдайы жүріс-тұрысы аз өмір салтының жоқтығын білдіреді. Демек, күніне кем дегенде 80 минут жаяу жүресіз. Ал күніне 30 минуттан жүгірсеңіз одан да жақсы. Не болмаса, осыған ұқсас басқа да бір физикалық жүктемеңіз бар. Ұйықтайтын уақытыңыз жеткілікті деңгейде. Өзіңіз де білетін шығарсыз. Адам 7-9 сағат ұйықтау керек. Сіз өзіңіздің нормаңызды білесіз, әрі оны қадағалап жүрсіз. Әрі сізде тұрақтылық бар. Өйткені ол циркадиан
қатты гендердің жұмысына әсер етеді. Ал ол қартаю үдерісімен өте тығыз байланысты. Әрі сіз барлығын уақытылы жасауыңыз керек. Бір уақытта ұйықтауға жатып, бір уақытта ұйқыдан тұрасыз. Сенбі мен жексенбі күндері түске дейін ұйықтамауға тырысасыз. Ал жұма күні әдеттегі уақыттан 5 сағат кешірек жатпауға талпынасыз. Бұл шын мәнісінде ұзақ өмір сүруге аса қатты көмектеседі. Және молекулярлық жолдардың ең кішкентай әрі жіңішке жіптері арқылы жасушаларға ұзағырақ жасауға мүмкіндік береді. Біріншіден, әрине адамның қартаю жылдамдығын арттыратын нәрсе бұл жаман әдеттер. Әрі темекі тарту әлбетте бірінші орында тұрғаны рас. Біз шылым шегетін адамдарда қартаю үдерістері шамамен 2 есе қарқындырақ жүретінін байқап отырмыз. Жақсы жаңалық, олар қандай да бір зиянсыз балама нұсқауларға ауысқан бойдан байқалатынында жатыр. Яғни темекі шегуден бас тартқан кезде оларда қартаюдың тездетілу үдерісі баяулай түседі. Демек олар бірте-бірте өз қалпына оралады. Сондықтан адам осыны неғұрлым ертерек жасаса, нәтижесі де соғұрлым жақсырақ болары сөзсіз. Шынтуайтында адам отпен достасқанына көп болған жоқ. Яғни біз оны бар болғаны бірнеше миллион жыл бұрын ғана қолға үйрете бастаған шығармыз. Және табиғат осынау қысқа уақыт аралығында. Ал табиғат үшін миллиондаған жыл бұл өте аз уақыт. Ол ұдайы қасымызда болатын жанудан ағзамыздағы қорғаныс механизмдерін қалыптастырып үлгермеді. Сондықтан қуырылған тамақ бұл дастарханымызда ұсынылған ең бір зиянды тамақ. Тұзды тағамдарда емес, тәттісі де емес. Дәл осы қуырылған, мысалы, кәуап секілді тамақ зиянды болып келеді. Темекі тарту жайлы айтатын болсақ та, дәл сол жағдай. Темекі түтінін түзетін жану үдерісі шылымдағы ең залалды нәрсе. Көпшілік ойлайтындай никотин емес. Кейде зиянды төмендету жолымен барған абзал. Бір жағынан никотиннің мөлшерін азайту. Алайда ең алдымен жасауға тұрарлық нәрсе бұл кем дегенде залалды барынша төмендету мен никотинді алудың зиянды заттектері азырақ бөлінетін көзіне ауысу деген сөз. Өйткені темекіде бұл заттектер үнемі онымен бірге жүреді. Мына бір жайтты түсінген маңызды. Қандай да бір баламалар бар. Яғни темекіні никотиннің көзі болып келетін басқа құралдарға ауыстыруға болатын көптеген нұсқалар ұсынылған. Жабыстырғыштан бастап түтін шығармайтын құрылғыларға көше отырып, темек жану үдерісі жоқ. Тек қана аэрозоль түзілетін құралдар және қарапайым темекіде жану үдерісінің нәтижесінде түзілетін зиянды өнімдер мөлшеріне қарағанда, балама нұсқаларда ол мөлшер әлде қайда азырақ. Әрине, бұл жерде таңдау да кең. Зияны көбірек, зияны аздау, зияны орташа келетін өнімдер. Сондықтан адам әрдайым таңдау жасай алады. Бұл тұста темекі тартудың жанудан кейінгі біз тұтынатын басқа кездерден еш айырмашылығы жоқ екендігін түсіну керек. Мысалы, Риганың шпроттары туралы әйгілі хикая бар. Рига шпроттарының бір құтышасы құрамындағы пиролизаттар әртүрлі шайыр мен жану өнімдерінің мөлшері бойынша адам шегетін 10 темекісіне тең. Бұл дегеніміз, сіз осы заттектерді өкпе арқылы емес, осы шпроттарды жей отырып ағзаңызға түсіресіз. Сондықтан бұл шпроттарға қатысты әртүрлі елдерде көптеген өзіндік нюанстар бар. Олар көптеген мемлекеттердің импорттық стандарттарына сәйкес келмейді. Себебі шын мәнісінде олар денсаулыққа қатты зиян келтіретін акцизделетін тауарлар тізіміне әлде қашан жатқызылуы тиіс еді. Қартаюдың жылдамдығына айрықша ықпал ететін нәрселердің бірі бұл өңделген ет. Бұл ысталған ет түрі, одан шұжықтар жасалады. Дегенімен бірінші кезекте ысталған ет тұр. Сондықтан бұл осындағы темекінің белгілі бір аналогы іспетті. Демек сіз қатты қақталған тағамды жей отырып, әрі оны көп мөлшерде жегеніңізде, сіз шын мәнісінде темекі тартқандай боласыз. Тек өкпеңізбен емес, асқазаныңызбен тартып отырғандайсыз. Темекі тартудың салдары арасында да ДНК әсер етуі ықтимал. Әрі шылым шегетін адамдарда қатерлі ісікпен ауырып қалу қаупі жоғары болады. Дегенімен олар осы қатерлі ісік қаупін келесі ұрпақтарға бермейтінін түсінген абзал. Ол сол пайда болған ұрпақта қалады. Шыны керек, темекі тартатын адамдарда аналық жасушаның сапасы мен шәуеттің сапасы анағұрлым төмен болып келеді. Әрі бұл олардың жүкті болуына және отбасының балалы болу мүмкіндіктерін азайтады. Алайда шылым шегудің сарғыш тартқан тері мен сары тіс, нашар өкпе секілді салдары келесі ұрпаққа берілмейді. Бұл жол эволюция үшін жабық. Дегенімен балаларымызға бір нәрсені қалдыра аламыз. Тәуелділіктерге деген бейімділік беріледі екен. Бұл расында да бір жағынан генетикаға негізделген болып саналады. Оны зерттеудің өзі өте қызық. Шын мәнісінде адамның рахатты іздеуге деген ықыласы мейлі алкоголь арқылы болсын, мейлі никотин арқылы болсын, мейлі ойын құмарлық немесе белгілі бір дәрі-дәрмектер арқылы болсын, ол генетикалық негізге ие және келесі ұрпақтарға берілетіні рас. Бұл бір жағынан жақсы нәрсе емес. Өйткені балаларыңыз белгілі бір тәуелділікке тап болуы мүмкін. Ал екінші жағынан, мұны пайдаға да асыруға болады. Өйткені дәл осы тәуелділік жақсы бір дүниелерге байланысты қалыптасуы әбден мүмкін. Дәл осы гендер балаларды өмірдегі белгілі бір драйвқа және қандай да бір нәрсемен әуестенуге бейімдейді.